1 қайырлы күн жас түлек. Бүгін біз сіздермен бірге химиядан нұсқа талдайтын боламыз. Онда бісміллә деп талдауымызды бастайық. Енді бірінші сұрағымыз бізде глюкозаны физикалық қасиеттерін сұрап жатыр. Ол әрине бізде түссіз, тәтті дәмі бар, кристалды зат, енді қантқа ұқсас, бұл да бізде көмірсу, жалпы моносахаридтерге жатады. Келесі сұрақ. Мыс эквивалентті гидроксидімен реакцияны мына затты анықтау үшін қолданады дейді. Жалпы мыс эквивалентті гидроксидін біз альдегидтер тақырыбында өткен болатынбыз. Яғни бұлар бізде альдегидтерге сапалық реакция болып табылады, енді сапалық реакциялардың бірі. Енді бұл жақта басқаларын қарап шығайық. Мысалы, циклогексан, оның ешқандай бізде сапалық реакциясы жоқ, мысалға бензолда ешқандай сапалық реакция жоқ. Білесіздер, бром суымен, калий перманганат ерітіндісімен бұл әрекеттеспейді. Енді фенолдың сапалық реакциялары бар, ол бізде бром суы және темір швалентті хлориді есерінде бар болса, ол бізде күлгін түске айналатын еді, осы ерітіндімен әрекеттескен кезде. Енді пропанол, пропанолмен шатастырып алмаңыздар, бұл бізде спирт, ал спирттерге сапалық реакция ол бізде мыстың эквивалентті оксиді реакциядан кейін ол бізде таза мысқа айналады, түсі қызыл, міне осындай. Яғни бұл жерде әрине жауап А. Не үшін А? Себебі бізде глюкоза ол альдегидоспирт. Яғни бұның құрамында альдегид топшасы да бар, және спирт топшасы да бар. Сондықтан бұны альдегидоспирт деп атайды екен. Келесі үшінші йод, көк түске боялатын көмірсу, ол бізде әрине крахмал. Енді картоптың құрамында, мысалға жалпы тағамдарда осы крахмалды йод арқылы анықтайды екен, крахмалдың бар жоғын. Сондықтан осы жауапты белгілейміз. Келесі глюкозаның изомері. Жаңа ғана біз айттық, глюкоза ол бізде альдегидоспирт болса, фруктоза ол бізде кетоспирт. Яғни білесіздер, альдегидтерге бізде изомер классаралық ол бізде кетондар, ал фруктоза бізде кетоспирт. Яғни бұның құрамында кетон топшасы бар деген сөз. Міне глюкоза, фруктоза жалпы екеуінде формуласы С6, H12, O6. Айырмашылығы сол жаңағы біреу альдегид, екіншісі бізде кетон топшасында. Келесі анилин. Анилин ол бізде жалпы бензол сақинасы бар, ароматты, былай айтқанда аминдерге жатады. Жалпы формуласы С6, H5NH2. Яғни ол бізде әрине ароматты амин. Осы Е нұсқасын белгілейміз. Көмірсутек емес, бұл ешқандай көмірсутек емес. Оның туындысы ретінде қарастырсақ болады. Себебі бұның құрамында бізде азот бар, күрделі эфир, енді бұлар өтірік әңгіме. Келесі алтыншы пероксилин деп аталатын күшті қопарылғыш зат. Ол бізде жалпы күшті қопарылғыш зат деген сөз, бұл жарылғыш заттар ғой, енді былай айтқанда, динамит ретінде, жарылғыш заттар ретінде қолданылады бұлар. Енді көбінесе олар бізде тринитро деген сөзі болу керек. Көбінесе. Мысалға тринитротолуол, тринитрофенол, мысалға пикрин қышқылы деген сияқты. Міне пероксилин ол бізде міне целлюлозаның тринитраты. Жалпы кітапта бар, формуласын жазбай қойын, өте ұзақ болып кетеді. Бірақ есерінде болсын, целлюлозаның тринитраты. Күшті қопарылғыш десе, скорее всего, онда тринитро деген топ болу керек. Келесі біздің 7-ші сұрағымыз күкірт қышқылы өндірілетін шикізаттар дейді. Енді бұл да бізде теориялық сұрақ екен. Енді бұл жақта өте мұқият болу керек. Жалпы енді мына жақта дұрыс жауап әрине, жалпы бұл жақта күкірт білесіздер, ол бізде көбінесе перит, феррумес 2 айтпақшы, бұның жану реакциясын жазып алыңыздар. Жазу реакциясы өте керек болады. Темірдің швалентті оксид түзіледі және SO2. Ары қарай мыс жылтыры. Енді мыс жылтыры ол бізде мыстың эквивалентті емес, бір валентті сульфиді және сыр деп кешірім, сыр немесе киновар деп аталады. Ол бізде мырыш сульфиді. Міне жалпы көбінесе сульфидтерден алынады. Байқап қарасаңыздар, ол темір сульфиді немесе перит, мыс жылтыр және киновар деген сияқты, және күкірттің өзінен тікелей жандыру арқылы ары қарай толық тотығады және сумен әрекеттеседі. Келесі 8 күрделі эфирлер суда дейді. Жалпы күрделі эфирлер бізде суда нашар ериді, немесе мүлдем ерімейді, жоғары молекулалары. Себебі молекулалық сутектік байланыс түсетін гидроксил топтың болмауынан дейді. Бұларда ешқандай сутектік байланыс жоқ бұларда. Күрделі эфирлер. Сондықтан суда бұлар нашар ериді. Ал мысалға спирттер, карбон қышқылдары, мысалға карбон қышқылдары, олар бізде суда жақсы ериді, бастапқы өкілдері. Неге? Себебі құрамында бізде сутектік байланыс бұларда бар деген сөз. Сутектік байланыс бар.
Келесі. 9. Бутан қышқылы мен тұз түзетін зат дейді. Енді бутан қышқылы ол бізде май қышқылы, я басқаша атауы С3H7 COOH дейді. Міне, осымен тұз түзетін зат. То есть мына жақта сутектің орнына бір басқа элемент келу керек. Я? Енді бұл ешқандай сутекпен әрекеттеспейді. Этанолмен әрекеттесіп кетсе, онда бізде этерификация реакциясы деп аталады. Жалпы білесіздер, я? Ол кезде бізде этерификация кезінде бізде күрделі эфир түзіледі. Солай ғой? Бізде күрделі эфирді ешқандай сұрап жатқан жоқ. Бізден тұзды сұрап жатыр. Натрий сульфаты дейді. Натрий сульфаты бізде ол негізінен орта тұз, жалпы бейтарап орта көрсетеді. Сондықтан бұнымен ешқандай реакция жүрмейді. Енді бутан қышқылы өзі де қышқыл, ол әрине күкірт қышқылымен әрекеттеспейді, бұл жақта, былай айтқанда. Сонда бізде жалғыз қалатын вариант ол әрине натрий гидроксиді. Я шынымен әрекеттеседі ғой. Натрий сутектің орнына барады, С3H7 COO натрий және су бөлінеді. Солай емес па? Міне, тұз түзілді. Я натрий бутираты деп аталады, немесе бутан қышқылының натрий тұзы. Келесі 10-шы. Егер глюкоза спирттік ашқанда 448 литр көміршіл газ бөлінген болса, түзілген спирттің массасы. Енді жалпы кез келген есепте біз мольды анықтаймыз. Мұнда да тура солай 22,4-ке бөлсек бізде 20 моль шығады. Енді глюкозаны спирттік аштамыз. Глюкоза С6H12O6, жаңа айттық, альдегидоспирт деді. Бұның құрамында альдегид тобшасы бар. Енді спирттік ашыған кезде, жалпы екі реакция бар ғой, осы ашуының. Спирттік ашыған кезде бізде этанол түзіледі, ең танымал спирт, және көміршіл газы СО2. Солай ғой. Және осы жерде СО2-міз біздің неше моль дейді? 20 моль дейді. Онда спиртіміз де бізде 20 моль сәйкесінше. Енді массасын анықтау үшін 20-ны көбейтесіздер, малярлық массасы 46-ға. Сонда бізде 920 грамм болады екен. Ең нұсқасын белгілейсіздер. Жалпы бұл жақта тағы да бір айтып кететін нәрсе, ол глюкозаның сүт қышқылды ашуы ферменттердің қатысымен жүреді. Онда глюкозаның тең жартысы түзіледі. Тең жартысы деген С3H6OH, бұл бізде сүт қышқылы, жаңағы айран, немесе басқа да сүт қышқылды өнімдердің құрамында осы қышқыл болады екен. Енді құрылымдық формуласын жазатын болсақ, міне бұл қышқыл болғандықтан енді COH деген топшасы бар, және мынау альфа көміртекте бізге OH жалғанған екен. Міне осы бізде сүт қышқылының формуласы, құрылымдық формуласы осы. Келесі ары қарай, крахмал гидролизінің соңғы өнімі, бұл да енді бізде теориялық сұрақтардың бірі, ол бізде әрине альфа глюкоза. Д жауабын бұл жақта белгілейміз. Келесі. Нуклеотид құрамына кіретін заттар. Жалпы нуклеотид бізде 3 бөлшектен тұрады. Бұл бізде пентоза, яғни рибоза немесе дезоксирибоза қолданылуы мүмкін, енді соған байланысты білесіздер. ДНК, РНК деп бөлінеді. Азотты негіз және H3PO4, ортофосфор қышқылы. Міне осы Б нұсқасын белгілейміз. Келесі өзгерістер тізбегіндегі X және Y заттардың молекулалық массалары дейді. Жалпы міне осындай құрылымдар бізде өте көп келіп жүр. Жалпы мынау екі затқа қараймыз шеттегілерін. Так, метан одан X затын алған, ал одан С6H алған. Онда X заты ол нақты С2H2. Солай ғой. Демек метанды бізде 1500 градуста қыздырды деген сөз. Сол кезде бізде ацетилен түзіледі. Оны тримерлейтін болсақ, алдына 3 қоятын болсақ, белсенді көмірдің қатысында, белсенді көмірдің қатысында онда бізде бензол түзіледі. Солай ғой. Онда X затының молекулалық массасы бізде 26 болады. Нақты 26. Онда болды, мына Б нұсқасын бірден белгілейміз. 26 деп басталатын бізде басқа ештеңе жоқ. Ал мына Y заты ол бізде, скорее всего, нитробензол, С6H5O2. Оған біз сутегін қосамыз, гидрлейміз, жаңағы Женин реакциясы болады, бұл жерде де. Сонда сутек бізде мына оттектің орнына барады, С6H5NH2, яғни фениламин немесе анилин түзіледі, және 2 молекула су. Міне жалпы осындай реакция. Нитробензолдың молекулалық массасы бізде шынымен 120H демек сәйкес келеді. Осы жауап. Келесі жоғары молекулалық заттарды алатын реакция түрлері жалпы бізде екеу. Ол полимерлену және поликонденсация. Полимерленуде бізде жалпы артық зат түзілмейді. Ал поликонденсацияда бізде төмен молекулалық қосылыс түзіледі деп тестте келеді. Төмен молекулалық қосылыс деп жазып қойық. То есть, мысалға, полимерлену ең көп таралғанда, мысалға, этилен дейді ғой, CH2 деп қоя салады, алдына N-ді қояды, жаңағы температурасы бар, қысымы бар, осылай қойып қояды, Жалпы бұл жақта енді пи байланыстар үзіліп, тізбек ашылады, солай ғой, міне.
То есть этиленнен полиэтилен алынады. То есть бұл жақта бізде қосымша ешқандай өнім жоқ мына жақта. Этиленнен полиэтилен түзілді, болды, басқа ештеңе жоқ. Міне осындай реакция болса, ол полимерлену деп аталады. Ал енді поликонденсация болса, бізде екі әртүрлі заттар әрекеттесіп, төмен молекулалық қосылыс, енді көбінесе бізде су бөлінеді. Жалпы бұл жақта фенол мен формальдегидтің әрекеттесіп, фенол формальдегид түзетін реакцияны осыған мысал ретінде қолдансақ болады. Келесі бізде 15-ші сұрағымыз, проценттер берілген, яғни пайыздар берілген элементтер бар, анықтайық формасын. Жалпы CX, HY, NZ деп бастайтын едік, X-тің Y-ке, оның Z-ке қатынасы. X деп отқанымыз бізде ол көміртектің индексі, солай ғой? Онда көміртектің пайызын аласыңдар да, көміртектің атомдық массасына бөлесіздер. Келесі екінші Y, екінші бізде Y, ол бізде сутек. Демек сутектің пайызын аласыздар, бөлесіздер сутектің атомдық массасына. Қайталап айтам, атомдық масса. Сондықтан бірге бөлем, екіге бөліп жүрмеңдер, H2 деген сияқты. Ол қате болады. Және соңғы бізде үшінші элемент ол бізде азот. Азоттың пайызын бөлем азоттың атомдық массасына. 14-ке. Жарай ма? Тағы да N2 деп алып жүрмеңіздер. Енді калькуляторды аламыз, есептейміз. 61-ді 12-ке бөлсек бізде 5,8 қатынас. Енді 15-те 3 бізде тура солай өзі қала береді. Және соңғы санымыз 23-ні бөлеміз 14-ке. Шығады бізде 1,69. Енді естерінде бар болса, осылардың ішінде ең кішкентайы қайсысы, соған барлығын бөліп шығатын едік. Бұна да біз барлығын 1,69-ға бөліп шығамыз. 5,08 бөлеміз 1,69, шығады бізде 3. 15,3-ті бөлейік 1,69-ға, шығады бізде 9, және өз-өзіне бөлсек енді 1. Демек, ең бірінші бізде сан ол бізде X, ал X бізде ол көміртектікі, яғни C3, H9, N деген сөз. Құрметті оқушылар, онда бонусқасын белгілейміз. Келесі 16. 10,3 грамм амин май қышқылы 5,6 грамм калий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы дейді. Жалпы кез келген есеп бізде мольден басталады. Бұл да тура солай, жалпы амин май қышқылының бірінші формуласын жазайық. Май қышқылын сендер жақсы білесіңдер. Ол C3H7, COOH, немесе басқаша бутан қышқылы. Енді бізге айтады, амин дейді. Демек, мына жақта біз сутектің санын азайтамыз, CH6 дейміз, және алдына NH2, яғни амин топшасын қоямыз. Міне, жалпы өздеріңізге ыңғайлы болса, осылай жазсаңыздар болады. Және калий гидроксиді дейді, калий OH әрекеттеседі. Бұл тура жаңағыдай реакция ғой. Жалпы сутектің орнына бізде калий келеді, яғни осындай реакция. Нәтижесінде бізде амин май қышқылының калий тұзы түзіледі. Солай ғой, COO калий плюс H2O бөлінеді екен. Енді кеттік зат мөлшерін анықтайық. Бірінші амин май қышқылының анықтап жейік. NH2, CH6, COH. Кішкене түсініксіз болуы мүмкін, негізі мен жазғаным. Бірақ ашып жазсаңыздар түсінесіздер. Бөлеміз малярлық массасына. Так, малярлық массасы бізде 103 екен. Одан 0,1 моль. Солай ғой? 0,1 моль. Онда калий гидроксидінікі бізде тура солай 0,1 моль, Себебі 5,6-ны бөлеміз 56-ға, ол да бізде 0,1 моль. Енді демек бізде зат мөлшерлері бірдей. Солай ғой? Негізі азымен есептейтін едік қой. Бірақ зат мөлшерлері бірдей. Сондықтан мынаның алдынан 0,1 деп ұра береміз. Көбейтеміз бұны енді салыстырмалы молекулалық массасы. То есть малярлық массаға көбейтеміз. Так, малярлық массасы бізде 141 екен. Демек 0,1-ді 141-ге өтсеңдер, сендерде 14,1 грамм деген жауап шығады. Бұл бізде С вариантында тұр. Келесі. Алюминий мен бериллийдің 144 грамм қоспасын тұз қышқылымен өңдеген, сонда 20 грамм сутек түзілді. Қоспадағы алюминийдің массалық үлесі. Жалпы кез келген есеп бізде мольден басталады. Әйтеуір есепті білмесеңіздер де, әйтеуір мольін анықтап қойыңыздар. Ары қарай өзі көріне бастайды, Енді бұл жақта біз ешқандай мынау 144 грамм деген ол бізде қоспаныкі ғой. Қоспаның біз молін анықтай алмаймыз. Бірақ мына сутек, 20 грамм сутек түзілді дейді, нақты. Сондықтан біз мына сутектің молін анықтай аламыз. Енді H2 дейміз, неге? Себебі реакциядан кейін бізде молекулалық сутек түзіледі. Сондықтан 20-ны біз 2-ке бөлеміз, нәтижесінде бізде 10 моль түзілді деген сөз. Енді реакцияны жазайық. Алюминий
бериллий, екеуін де екі бөлек аласыздар, иә, екі түрлі, то есть екі реакция жазасыздар ғой бұл кезде. Ары қарай бізде тұз қышқылымен өңдеді дейді. Демек, екеуіне де H хлорды қосамыз. Солай ғой. Енді кернеу қатарына қарасаңдар, жалпы екеуі де бізде сутектің орнын басуға күші жетіп тұр. Демек, екі реакцияда жүреді. Алюминий хлор 3 және H2 бөлінеді. Екінші реакцияда тура солай, бірақ бериллий хлор 2 және сутегі газы бөлінеді. Реакцияны міндетті түрде теңестіріңдер. Теңестіруді обязательно, иә, міндетті түрде теңестіріңдер. Ұмытып кетпеңдер оны. Міне осылай теңестіріп қоясыздар. Астыңғы төменгі барлық реакциялар міне теңесті. Енді жалпы қараңыздар. Бізге алюминийді массалық үлес. Мына жақ керек бізге, иә, алюминий мен бериллий керек. Енді қараңыздар, мен олардың мольдарын білмеймін, нақты қаншадан екен. Сондықтан мен алюминийдің молін X деп алам, ал бериллийдің молін Y деп алам. Y моль. Иә, міне осы екеуін екі бөлек белгілеп қоямын. Енді қараңыздар, есепте бізде не нәрсе белгілі? Бізге сутек белгілі. Демек, біз мына реакцияда тура солай сутектің молін анықтаймыз. Иә? Демек, мына бериллийді Y деп алдық қой. Одан түсілетін сутекте бізде Y болады. Иә, түсінікті не үшін? Себебі алдарында коэффициенттер бірдей. Алюминийдікін анықтаймыз. X-ті бөлем 2-ге 0,5x, оны көбейтесіңдер 3-ге, сутектің алдында 3-4 себебі. Ол бізде 1,5x болады екен. Енді қайталап айтам, бұл бізде мольдары. Сонда қараңдар, бұл жүйемен шығатын есеп. Жалпы екі реакцияда жүріп тұрса, онда жүйемен шығарасыздар. Міне 1,5x плюс y деген бұл сутектің мольдары. Екеуін қоссақ қанша шығу керек? Бізде 10 моль. Иә, біз оны есептің ең басына анықтап қойдық. Міне 10-ға тең болу керек. То есть біз мына 20 грамм сутек дегенді қолдандық, иә, негізі қазір. Енді ары қарай қараймыз, 144 грамм қоспа дегенді біз әлі қолданған жоқпыз. Енді бұл бізде масса. Ал массаны табу үшін біз мольдарын малярлық массаға көбейтеміз, солай ғой. Яғни, алюминийдің массасын табу үшін мына X-ті көбейтесіңдер 27-ге. Сонда массасы оның 27x болады. Ал бериллийдікі Y, оны көбейтесіңдер 9-ға. Сонда 9y. Демек, 27x плюс 9y тең болады бізде 144-ге. Екеуі массасын қоссақ, 144 грамм шығу керек. Міне жалпы жүйе дайын. Есебіміз тек қана осы жүйені шығару керек. Ары қарай енді уже есеп шығып тұр. Енді мен жоғарғы жүйені 9-ға көбейтейін. Сонда бізде 13,5x плюс 9y тең 90 болып қалады. Солай ғой. Төменгі жүйені тура осылай жазам. 27x плюс 9y тең 144. Енді екі жүйені мен бір-бірінен азайтамын. Сонда бізде y-тер жойылады. 27-тен 13-5 азайтсаң 13-5x тең мына жақта 54-ке болып қалады. Онда x-ті табатын болсаңдар 54-ті 13-5-ке бөлесіңдер 4 шығады. 4 моль. Солай емес пе? 4 моль ол бізде алюминий. Яғни бұл алюминийдікі. Демек, алюминийдің массасын тапсаңдар 4-ті 27-ге көбейтесіңдер. Демек, бұл жақта бізде 108 грамм алюминий бар деген сөз. Енді оның пайызын анықтай салайық. Кеттік, мына жаққа жазылайын. Алюминийдің пайызын анықтаймыз. 108-ді бөлеміз 144-ке, көбейтеміз 100 пайызға. Кеттік, ал есептейік. 0,75, яғни 75 пайыз деген сөз ғой енді. 75 пайызы алюминий деген сөз. Жауабын белгілейсіздер. Кеттік ары қарай. 0,3 моль стеарин қышқылының триглицеридінің массасы дейді. Так, бұл жақта триглицерид деген сөзді көрсеңдер, жалпы бұл май деген сөз. Жақсы ма? Бұл май. Майларды білесіңдер, ол бізде глицерин мен жоғары карбон қышқылдарының күрделі эфирі. Былай айтқанда. Енді майлардың заготовкасын сызып қоясыздар. Міне, мынау бізде май. Мына жақта бізде радикал тұрады. Енді барлығы бірдей болса, ол қарапайым май. Әртүрлі болса, ол аралас май деп аталады. Есестеріне бар болса. Енді қандай қышқыл дейді? Стеарин қышқылы. Демек, мына радикалдың орнына С17H35 дей саласыз. Солай ғой. С17H35. Мына ең соңғысына да С17H35. Неге? Потому что мына жақта триглицерид деп тұр. Триглицерид деген сөз, то есть ол по идее тристеарин деген сөз ғой. Былай айтқанда, бұл майдың басқаша атауы тристеарат деп аталады. Неге? Себебі стеарин қышқылының бізде 3 қышқыл қалдығы осы жерде тұр деген сөз. Міне, жалпы ықшамдап жазсақ, то есть міне ықшамдап емес, кәдімгі құрылымдық формасын жазсақ осылай.
Енді ақшамдап жазайық. С3H5 ол міне мыналар. Ары қарай мынау үшеуі де бізде қайталанады. Сондықтан OCO, C17, H35 и жақшаның сыртына 3 деп қоямыз. Болды, массасын табайық. Осы қосылыстың зат мөлшері 0,3 дейді. 0,3-ті көбейтеміз mR-ге 890-ға. 0,3 көбейтеміз 890, шығады бізде 267 грамм. Болды, Б нұсқасын белгілейміз. Келесі. Өзгерістер тізбегіндегі азаты дейді. Жақсы. Енді цажыш хлор Вюрц реакциясы дейді. Вюрц болса білесіздер, натрий қосылады және тізбек 2 есе өседі деп едік. Натрий бізде, как всегда, мынау хлорды алып кетеді. 2 натрий хлор түзіледі ғой. Және цажыштен 2. То есть, мына жерде С2H6 түзіледі. Одан 2 молекула сутекті алып тса дейді. Демек, сендерде ацетилен түзіледі. Ал ацетиленді, мына жақта енді гидрогем 2+, то есть сынаптың эквивалент сульфаты, және негізінен бұл жақта қышқыл бар, күкірт қышқылы, енді ол да келеді, я тестке. Ол бізде сумен әрекеттеседі. Нәтижесінде полный қосылады С2H4O, то есть мынау Z заты, ол бізде не деген сөз? Альдегид деген сөз. CH, COH, я? Мынау Z бізде альдегид екен. Бірақ мынау альдегид деп белгілеуге асықпаңдар. Бізден А затын сұрап тұр. Z заты бізде альдегид, ал А заты не? Ну, скорее всего, ол әрине қышқыл, я? Ары қарай бұны тотықтырса, альдегидті тотықтырса, білесіздер, не түсіледі бізде? Қышқыл түсіледі. CH, COOH. Міне, то есть сірке қышқылы Д жауабын белгілейміз. Ары қарай, 10 грамм органикалық еріткіштің құрамындағы анилинге бром суымен әсер еткенде 6-6 грамм тұнба түсілді дейді. Бастапқы ерітіндідегі анилиннің массалық үлесі. Мына соңғы сөйлемнен біраз нәрсе түсінуге болады. Бастапқы ерітіндідегі дейді. То есть мына 10 грамм органикалық еріткіш деп тұр ғой. То есть бұл ерітінді, жалпы массасы. Ол анилиннің таза массасы емес. Сондықтан біз мынаның молін таппаймыз. Біз мына тұнбаның молін таба аламыз. Солай ғой. Біріншіден реакция жазайық. Анилин деген ол бізде С6H5 NH2 ғой, фениламин. Бром суымен әрекеттескен дейді. Енді мына бром суының алдына 3 қоясыздар. Естерінде бар болса 2, 4, 6-ға бізде шабуыл жасайтын еді. Мына жақта NH2 және 2, 4 және 6-ға 3 бром келеді. Бұл бізде тұнба ақ түсті. Сапалық реакция, сондықтан. Плюс 3 молекула бром сутек түсіледі. 3 H бром. Енді осы жерде 6-6 грамм тұнба түсілді дейді. Көрдіңіздер ма? Нақты, таза массасы, тұнбаның таза массасы. Ол бізде мынау. Енді молін табатын болсақ, давайте бетик, ықшамдап жазайық. Көміртегі 6, міне 6 тізбекте тұр. Сутек қанша? Сутек 2. Мына 2 жер ғана бос, демек ол жерде әлі сутек қалды деген сөз. H2, бром 3 және NH2 деп жаза салсаңдар болады. 6-6 граммды бөлесіздер 330-ға. Молярлық массасы 330 бізде шығады 0,2 моль. 0,2 моль. Демек, мынау тұнбамыз бізде 0,2 болса, онда анилинді 0,2. Неге? Себебі алдарындағы коэффициенттер бірдей. Осы жерден анилиннің таза массасын анықтайсыздар. Яғни осы 0,2-ні көбейтесіздер 93-ке, молярлық массасына. Так, шығады бізде 1,86 грамм дейді. Яғни 10 грамм деген ол жалпы ғой. Соның 1,86 граммы ғана бізде анилин деген сөз. Анилин солай. Енді анилиннің пайызын анықтаймыз. 1,86 бөлесін 10-ға, көбейтесін 100 пайызға. Шығады сенде 18,6 пайыз. Яғни бұл жауабын белгілейсіздер. Келесі 21 сұрақ кокстеу процесінің негізгі өнімдері дейді. Жалпы кокстеу процесінде бізде әрине кокстың өзі түсіледі, бірақ ол жоқ бізде. Бірақ кокс газы бар екен, яғни жауабын белгілейсіздер. Одан бөлек тас көмір шайыры және аммиак суы. Жалпы мұны негізі көп жауапты екен. Мына жақта тағы да бір варианттар бар болған, негізі олар түсіп қалды. Сондықтан дұрыс жауап бізде кокс газы, тас көмір шайыр және аммиак суы. Міне осы 4 өнім түсіледі екен кокстеу процесінің нәтижесінде.
Келесі 22-ші сұрақ ацетиленді алу әдістері дейді. Циклоалкандарды дегидрлеу. Жалпы циклоалкандарды дегидрлеу арқылы мынау циклогексаннан алынады сендерде бензол. Солай ғой? Бұл бізде ароматты көміртектерді алу үшін қолданылады. Сондықтан жауабы әрине сендерге келмейді. Спирттерді дегидратациялау дейді. Мысалға этанолды алып дегидратацияласаңдар, екі вариант бар негізі, 140-тан төмен, 140-тан жоғары. Жоғары болса сендерде этилен мен су түзіледі, ал төмен болса жай эфир түзіледі. Солай емес пе? Ары қарай алканның галоген туындысынан дейді, енді вот мынау болу мүмкін. Жалпы галоген туындысы деген. Енді моно, дигалоген, бірақ ешқайсысы айтпаған, сондықтан бұл негізі кішкене сомнительный вариант болып тұр. Не болса да. Бірақ бұл келеді. Қазір соңына қарай реакциясын көрсетейін, сыны белгілейміз. Енді кальций карбиді ол түсінікті, жалпы екі карбид бар, ол алюминий және кальций. Кальцийдан осы именно ацетилен түсіледі және кальцийдің гидроксид түсіледі. Д жауап келеді. Және метанды 1500 градуста қыздырған кезде біз жаңа тізбек, реакциялар тізбегін жасаған кезде осы реакцияны қолдандық. Онымен шынымен ацетилен түсіледі. Нитроалкандардан бізде анилин алыну мүмкін, кешірім өтінемін, жалпы амидер алыну мүмкін. Алюминий карбидінен бізде метан түзіледі. 1000 градуста қыздырса бізде көміртек пен сутектің өзі түзілетін еді. Солай ғой? Сондықтан біз мына жауаптарды белгілемейміз. Келесі. 115 грамм этил спирті бром сутек қышқылының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілетін бром этанның массасы және судың зат мөлшері мен массасы дейді. Жақсы, бірінші зат мөлшерін анықтаймыз. Этил спирті бізде енді этанол ғой, С2H5OH. 115-ті бөлеміз біз малярлық массасы 46-ға. Бөлсек бізде 2,5 моль түзіледі. Енді ары қарай реакцияны жазайық. Осы спиртті бром сутек қышқылымен өңдеген дейді. Яғни H броммен өңдейміз. HOH, міне мына жақта көрініп тұр өзі, яғни су бөлінеді. Және C2H5 бром. Солай ғой? Міне осындай реакция жүреді екен. Енді этанолымыз біздің 2,5 моль. Онда бром этан реакциядан кейін ол да 2,5, суымыз да 2,5 моль. Яғни біз 2,5 моль деген міне жауапты бірден белгілей берсек болады. Судың массасы дейді. Масса су 2,5-ті көбейтеміз біз 18-ге, шығады бізде 45 грамм. Тағы да міне екінші жауап бізде Д болады. Және соңғы мына бром этанның массасын есептеп жүрейік. C2H5 бром 2,5-ті көбейтеміз біз малярлық массаға. 109-ға, қателеспесем. Көбейтеміз 2,5-ті. Так, шығады бізде 272,5 грамм. Міне, сондықтан бұл жерде D, E, G жауаптары дұрыс. Келесі 24. 18,5 грамм бутанол 2 немесе 2,0 натрий металмен әрекеттескен түсілген заттың атауы, зат мөлшері және массасы дейді. Жақсы, бутанол 2 ма, бутанол 1 ма, бұл жерде енді қатты маңызы жоқ, себебі бізден нақты атауын сұрап тұрған жоқ екен, жай ғана классын сұрап тұр. Сондықтан біз қарапайым бутанолдың енді формуласын жазамыз, бірден мольны анықтаймыз, массасын бөлеміз малярлық массаға, яғни 74-ке бөлеміз. 18,5-ті біз 74-ке бөлетін болсақ, 0,25 моль. Тура солай натрийдікінде анықтап қоямыз. Натрийдің молі 9,2-ні бөлеміз 23-ке. Так, шығады бізде 0,4 моль. Жақсы, енді келесі реакция жазамыз. Бутанол C4H9OH плюс натрий. Жалпы натрий бұл жерде енді сутектің орнын басады, есіңде бар болса C4H9O натрий және H2 бөлінеді, сутегі. Енді реакцияны міндетті түрде теңестіру керек. Алдарына 2, 2 және 2 түседі. Солай ғой? Енді заттың атауы бұл жақта натрий бутилаты деп аталады, немесе енді классы натрий алкоголяты, то есть спирттердің жаңағы OH тобына бір сутектің орнына металл келсе, алкоголят деп аталады, сондықтан натрий алкоголяты деген жауапты белгілейсіздер. Енді жаңағы мольдерін жазып қойық. Бутанол бізде 0,25, ал натрий бізде 0,4. Енді алдарында коэффициенттер бірдей, байқасаңдар, 2-де 2. Сондықтан ең азы ол 0,25, осымен есептей береміз.
натрий бутилаты бізде тура сондай мольді көрсетеді, яғни 0,25 деген жауапты белгілейсіздер. Осы жерден енді массасын анықтап жүрейік. 4H9O натрий. 0,25-ді көбейтеміз. Малярлық массасы бізде 96 екен, соған көбейтеміз. Шығады бізде 24 грамм. Болды, міне жалпы есеп осындай. Келесі. Калий перманганатының сулы ерітіндісімен 10,5 грамм этиленді көміртекті өңдегенде 15 грамм 2 атом спирт алынды. Алынған спирт натрийдің артық мөлшерімен әрекеттескенде 4-48 литр газ бөлінген дейді. Осы спирттің құрылымы және алғашқы реакциядағы шығымы дейді. Мә деген, осындай бір есеп келген екен. Енді жалпы оқиық, көрейік. Моль табамыз дедік қой, кез келгенде. Осы жерден бірден газдың зат мөлшерін тауып қояйық. 0,2 моль. Жақсы, міне біздің зат мөлшеріміз дайын. Енді 10,5 грамм этиленді көміртек дейді. Бұл жерде сендерден нақты этиленді айтып тұрған жоқ. То есть нақты C2H4 деген жоқ. Этиленді көміртек. То есть этилен қатарының көміртегі деген сөз ғой негізі. Сондықтан біз оның формуласын C2H4 деп алмаймыз. Біз оның формуласын жай ғана CnH2n деп ала саламыз. Яғни алкен деп аламыз. Енді калий перманганатын ерітіндісімен өңдеді дейді. Онда білесіздер, атомарлы оттек және су қосатын едік. HOH. Нәтижесінде бізде 2 атомды спирт түзіледі. CnH2n OH2 деп жазсақ болады. Міне спирт алынды. 2 атом спирт алынды дейді. Міне массасы 15-2 грамм. Мынау 10,5 грамм. Енді алынған спирт дейді. Яғни спирт аламыз. 2 атом спирт CnH2n OH2. Натрийдің артық мөлшерімен әрекеттескен дейді. Так, мыналарды өлшей салайын қазір. Натрийдің артық мөлшерімен әрекеттескен. Енді натрий тура жаңағыдай реакция ғой. Сутектің орнына барады. Солай ғой. Яғни CN H2n O натрий. Яғни жақшаның сыртында 2 тұрады. Плюс сутегі бөлінеді. Міне осындай реакция. Және мына жақта 4-48 литр газ бөлінді деді ғой. Міне біз молін анықтап қойдық қой. Бөлінген дейді. Яғни ол газ сендерді сутек. Так, енді бұл жерде біз мынау 2 атом спирттің біз малярлық массасын есептей аламыз. CnH2n OH2-ның біз малярлық массасын есептей аламыз. Себебі бізде масса бар және моль де бар. Сондықтан екеуін бір-біріне бөлеміз. Грамм бөлінген моль. Бөлсек бізде малярлық масса 76 грамм бөлінген моль шығады екен. Демек, бізде так 12n, жалпы енді 14n ғой, плюс 34 тең 76 деген сөз. Онда 14n-іміз бізде тең болады 42-ге. Демек, n тең 3. Яғни n тең 3 деген не деген сөз? Біздің мына бастапқы затымыз ол C3H6 деген сөз. Солай ғой? Онда бұл пропан, то есть пропилен, немесе пропен. Ал одан түзілетін спирт, ол пропандиол әрине 1,2. Солай ғой? Пропандиол 1,2 екенін анықтадық. То есть пропен екенін де анықтадық. Енді шығымын есептейік. Қараңыздар, шығым дейді. Шығым жалпы бізде тек қана өнім жақта болады. Солай ғой? Шығым өнім жақта болады. 15-2 грамм спирт алынды деп тұр. Демек, мынау сендерде практикалық масса уже бар деген сөз. Енді біз тек қана теориясын есептейміз. Так, мына эндерді өшіре салайын. Мен оның орнына CH6 деп уже смело жаза берем. Себебі біз оны анықтадық, CH6 екен. Енді барлық есептеуді біз мына 10,5 дегенмен есептейміз. Бастапқыда 10,5 болды. Сондықтан бірінші молін анықтаймыз. 10,5-ті бөлеміз малярлық массасы 42-ге. Шығады бізде 0,25 дейді. 0,25 моль. Солай ғой? Немесе жаңағы мына мольмен де есептей берсек болады негізі. То есть ол қалай? Жаңа біз есепте айттық қой, ол 0,2 моль болды ғой мына. Сутек мынандай болды, спирт мынандай болды деген сияқты. Ал бірақ негізі по факту қанша болу керек еді? Негізі 0,25 болу керек еді. Бірақ 0,2 болып қалды. То есть 0,2 ол практика, 0,25 ол біздің теориямыз.
Болды, онда шығымды осылай есептей салайық. 0,2-ні бөлеміз 0,25-ке. Яғни мольді мольге бөлсеңіздер де болады, массаға бөлсеңдер болады, разница жоқ. Барлығында бірдей жауап шығады. Шығым бізде 80% екен. Болды. Жауабын белгілейміз. Есеп кішкене мүмкін дұрыс емес түсіндірдім. Орным аз да оқып қалды. Бірақ негізі бір қатты қиын есептердің бірі емес. Шығаруға болады. Келесі. Алдегидтерге мыс эквивалентті гидроксидімен сапалық реакция жүргізгенде түзілетін өнімдер. Ол керемет сұрақ. Жалпы мынау алдегидтердің тотығу реакциясы ғой негізі. Мыс эквивалентті гидроксидімен әсер еткен кезде жаңа айттық қой, глюкозамен әрекеттеседі. Неге? Себебі ол альдегида спирт дедік. Ол бізде ары қарай нетеді, тотығады. COOH. Және қараңыздар, ең бірінші бұл жерде мыс бір валентті гидроксид түзіледі. Купрум OH. Демек біз осы жауабын белгілейміз. Енді қасында су бар, айтпақшы. Енді мынау мыс бір валентті гидроксид бізде тұрақсыздау, сондықтан ол бірден ыдырап кетеді. Мыстың бір валентті оксидіне және суға. Сондықтан біз мына жақта тағы да Д жауабын да белгілейміз. Яғни екі нәрсе түзіледі. Солай ғой. Ол мыс бір валентті гидроксиді басында түзіледі, сары түсті тұнба болып, бірақ ол ыдырап кетеді. Қызыл түсті мыс оксидіне дейін. Бұл сондықтан осы екі жауап. Келесі. Күміс айна реакциясын түсетін А затын тотықтыру арқылы күкірт қышқылының қатысында метанолмен реакцияға түсетін Б затын алады дейді. Енді жалпы күміс айна реакциясына бізде кімдер түседі? Әрине альдегидтер, солай ғой. Яғни А затың сенде альдегид деген сөз. А затың альдегид. Альдегид тотыққан кезде сенде не түсіледі? Сенде қышқыл түсіледі, карбон қышқылы түсіледі. Карбон қышқылы. Осы карбон қышқылыға дейді, міне көрдіңіздер ғой, тотықтыру арқылы күкірт қышқылының қатысында метанолмен реакцияға түсетін Б затын алады дейді. Онда Б заты сендерде ол карбон қышқылы деген сөз. Ол бізде метанолмен әрекеттеседі, CH3OH. Онда метанолмен әрекеттессе, бізде әрине күрделі эфир С заты түсіледі, солай ғой. Жағымды иісі бар дейді. Дұрыс, онда С затың сенде күрделі эфир болу керек. Солай ғой. Ары қарай С затын жаққанда, Б затын жаққандағы көміршыларына қарағанда 1,5 есе артық көміршыл газ түсіледі. Мұндағы А, Б, С заттары дейді. Жалпы А заты бізде альдегид болу керек. Енді А заттарына қарап шығамыз. Бізде неше түрлі вариант бар екен. CH3O бар. C2H5OH бар. Және мынау бар. Енді біз этанолды бірден алып тастаймыз. Ол бізге келмейді. Солай ғой. Бізде екі вариант бар. Ол либо С нұсқасы, либо А нұсқасы. Әзірше ешқайсысын белгілемейміз. Ары қарай қарастырайық. Карбон қышқылы түзілу керек тотыққан кезде. Мынау А жауабы бізде тотықса, C2H5, COOH түзіледі. Міне, ол бізде бар екен, ол тұр жауабында, Келесі, мынау С нұсқасына қарайық. С нұсқадағын біз тотықтырсақ, бізде Д жауабындағы қышқыл түзіледі. Екеуі де әзірше болып тұр. Көрдіңдер ма? Екеуі де келіп тұр әзірше. Енді оны метанолмен әрекеттестірген дейді. Енді мынау Е нұсқасындағы метанолмен әрекеттестірсеңдер, сендерде C2H5, COO, CH3 түзілу керек. С заты. Ал бар ма сендерде ондай С заты? Мынау жауаптардың арасында. Жоқ, сондықтан біз сразу мынау жауабын, А жауабын былай айтқанда алып тастаймыз. Сонда бізде қалатын нұсқалар ол С нұсқасы. Ол тотыққан кезде бізде не түсіледі? Б қышқылы түзіледі. Ал ол метанолмен әрекеттескен кезде бізде Б заты түзіледі. Былай айтқанда міне. Сондықтан бұл жерде Б, С, Д нұсқалары бізде дұрыс. Келесі, массасы 17,8 грамм құмырсқа және сірке альдегидтердің қоспасын өршіткі қатысында гидрлеу үшін 11,2 литр сутек қажет болған. Енді бірден моль, моль бірден тауып аламыз, ол 0,5 моль. Енді құмырсқа дейді, яғни H2OH және сірке альдегидтер CH3COH.
өршітке қатысында гидрлеу үшін дейді. Яғни біз не істеген екен? Сутек қосқан екен. Енді сутек қосқан кезде білесіздер, спирт түзіледі. Құмырсқа альдегидінен бізде метанол, сірке альдегидінен бізде этанол, C2H5OH деп бірден жаза салайын. Енді байқап қарасаңыздар, бізде қайтадан екі реакцияда жүріп тұр жүйеде. Сондықтан біз бұл жерде жүйемен шығарамыз. Құмырсқа альдегидін X, ал сірке альдегидін Y дейміз. Енді сутек берілген, сондықтан бірден сутектерді белгілеп те қоямыз. Енді сутектің жалпы молін қоссақ, бізде қанша шығу керек? X-қа Y-ті қоссақ, бізде 0,5 шығу керек. Ары қарай енді массаға негізделген. Құмырсқа альдегидінің массасы бізде 30, 30X массасы. Ал сірке альдегидінікі бізде қанша болады? Бізде 44, 44Y деген сөз. Ал мына екі массаны қоссақ, бізде қанша шығу керек? 17,8 грамм шығу керек. Сондықтан жазамыз. 30X плюс 44Y тең 17,8-ге дейміз. Альдегидтер массалар. Жақсы, кеттік. Онда жоғарғы жүйені біз 30-ға көбейте салайық. 30X плюс 30Y тең 15 болады. Төменгі жүйе тура солай өзгеріссіз жазамыз. 30X плюс 44Y тең 17,8. Енді екеуін бір-бірінен азайтамыз. Енді осы кезде бізде X-тар жойылады. 44-тен 30-ды азайтсаңдар сендерде 14Y шығады. Ал 17-те 8-ден азайтсаңдар 15-ті 2,8 шығады. Демек, Y-ің сенде, мына жақта бөле саласың, 0,2 моль деген сөз. Y. Y деп біз кімді алдық? Y деп біз сірке альдегидін алдық. CH3COH. Болды. Осы жерден бірден оның массасын есептейік. Давайте сразу масса, процент барлығын бірге есептеп жүйеге. CH3COH. Зат мөлшері қанша болды? Сірке альдегидінікі 0,2 болды. 0,2-ні көбейтесіңдер 44-ке, және бөлесіңдер жалпы массаға 17,8-ге. Көбейту жүзі бар, Так, осы жерде міне көбейтейік. Және бөлеміз 17,8-ге, көбейтеміз 100-ге. Шығады бізде 49,4%. Ол бізде сірке альдегиді. Демек, қалған пайыз, ол 50,6%, ол бізде құмырсқа альдегиді деген сөз. Сондықтан біз бұл жақта қай жауапты белгілейміз? 50,6. Мына жақта өтір деген тағы сандар алған екен ғой. Онда 50,64 болады, мына жақта. 50,64. Сондықтан осы екі жауапты белгілейміз. Келесі. Майдың құрамын анықтаған ғалымдар, жалпы екі ғалым анықтаған, ол Шеврель және Бертоло. Болды. Келесі контекст бізде ас тұзы екен. Ас тұзына байланысты контекстті талдайық. Жалпы келесі есемізге өтейік. Дәріханада бізде физиологиялық ерітінді ретінде ас тұзы ерітіндісін даярлау үшін қажет ас тұзы мен судың массасын есептеңіз. Енді бірден мына тұзды табу үшін бізде пайыз дайын, ол 0,3, сандық мәні. Соны көбейтесіңдер 250-ге. Демек, сендерде 7,5 грамм тұз алу керек деген сөз. Енді бізде өзі жалпы 250 грамм. Оның 7,5 граммы тұз. Екеуін бір-бірінен азайтсаңдар, 242,5 грамм, ол сендерде судың массасы. Сондықтан әрине Б жауабын белгілейсіздер. Келесі есеп бізде тура сондай екен. 700 грамм, бірақ енді 5%. Енді есеп шығару жолы одан өзгермейді. Яғни тұзды табу үшін, масса тұзды табу үшін 700-ді көбейтесіңдер 0,5-ден 5-ке. Сонда 35 грамм тұз қажет деген сөз. Енді суды анықтау үшін масса су жалпы 700 грамм ғой. Содан 35 грамм тұзды алып тастайсыңдар. Сонда 665 грамм қалады. Бірақ ондай жауап жоқ, сондықтан ол жауапты біз белгілемейміз. Тем более бұл контекст қой, бірақ жауабы бар. Кішкене сұрақ дұрыс емес сияқты. Келесі 33 ас тұзының минерал күйіндегі атауы дейді. Ол әрине галит, натрий хлориді. Ас тұзы дейді, тас тұзы дейді. Міне осының барлығы бізде натрий хлориді. Енді Глаубер тұзы мен мирабилит, мынау екеуі бір нәрсе жалпы. Ол кристаллогидрат, натрий сульфатының декагидраты, яғни 10 су бар деген сөз. Ағылшын тұзы ол бізде
магний сульфаты, енді креслогидратын кей кезде ағылшын тұзы дейді. Ал асбест ол бізде магний оксиді, ол бізде су және кремнийдің 4 валент оксидінен екеу. Міне осы бізде асбест. Натрий ионы жалынды өзгертетін түс. Ол әрине натрий бізде сары түске өзгертеді. Жалпы жалын түстердің құрметті оқушылар жаттап алыңыздар. Мысалы, калий күлгін, кальций қызыл кірпіш деген сияқты. 35 ас тұзы дейді. Ас тұзы ол бізде натрий хлор, қарапайым, орта тұз. Ешқандай қышқыл тұз емес. Қышқыл тұзда бізде сутегі болу керек. Металмен бірге, жоқ, қышқыл деген, кешірім, қышқыл деген ол сутек болу керек жай ғана. Қышқылдық тұз десе металда болу керек, сутек те болу керек. Негіздік тұз десе металл және OH болу керек, мысалға. Оксид емес енді, ол точно. Болды. 35 сонда А нұсқасын белгілейсіздер. Міне жалпы құрметті оқушылар, бүгін міне осы есептерді талдадық. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Аман, сау болыңыздар.